Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен сүтті құс тортының рецептісімен бөлісетін боламын. Өте нәзік болып шығады, жасап көріңіздер. Ал енді бастаймыз. Қажетті заттардың бәрін астында описаниеге қалдырдым. Ең алдымен жұмыртқамызды жарып, сгущенкамызды қосып, жақсылап миксерлейтін боламыз. Бөлме температурасындағы сары майымызды қосып, бір келкі масса болғанша миксерлейтін боламыз. Ұнымызға қопсытқышты салып, жақсылап араластырамыз да аз-аздан қосып отырып миксерлейміз. Араластырып болдық. Қамырымыздың массасы осындай болып шығады. Қою емес, не сұйық емес, әдемі массада болуы қажет, тура видеодағыдай. Осындай поклан деген бумага для выпечки, осындай пергаментный бумага болады. Мен соны пайдаландым. Сіздерге де осыны кеңес етем. Өте ыңғайлы, 2 рет қолдануға болады. Ең алдымен дөңгелек сызып алсаңыздар болады, немесе мен сияқты осылай формамен істеп, қаттырақ қысыңқырап, содан кейін дөңгелек пайда болады. Сол дөңгелектерге 3,5 қасықтан салып отырып дайындап аламыз. Қамырымыздың барлығын құйып, бұлар өте жұқа болып піседі. Қатты қалың болса болмайды, средний қалыңдықта болады. Тура видеодағыдай жасап шығамыз барлығын. Осылай алдын ала құйып барлығын дайындап аламыз. Оған дейін пешімізді қыздырып дайындап қоямыз. 180 градуста 10 минут 7 минут аралығында пісіп шығады. Тез-тез қарап тұрамыз, күйіп кетуі мүмкін. Енді кремін жасауға кірісеміз. Қаймаққа сахарный пудрамызды қосып араластырамыз. Және де жақсылап миксерлейтін боламыз. Шамамен 10 минуттай миксерлейміз. Қаймақтың бұл жерде проценті 20%-тен кем болмауы керек. Және де өте салқын болғаны жақсы. Осындай консистенцияда крем шығады. Келесі біз вафельный крошка дайындайтын боламыз. Ең алдымен сары майға сахарный пудрамызды қосамыз да жақсылап миксерлейтін боламыз. Жұмыртқаның ақ уызын құйып, жақсылап тағы да миксерлейміз. Одан соң ұнымызды қосамыз, тағы да жақсылап араластырамыз. Вафельный крошканы жанына себуге, әсемдеуге дайындап жатырмыз. Осындай консистенцияда кішкене қамыр шығады. Оны пергаментный бумагада, осылай духовкада пісіреміз. Барлығын жақсылап жағып шығамыз. Қатты жұқа емес, қалың емес қылып осылай жағып шығамыз. Менен 2 осындай қағазда шықты. Қазір піскен соң тортымыздың жанын әсемдейтін боламыз. Корждарымыздың бәрі пісіп дайын болды. Суығаннан кейін барлығын осылай алып, пергаменттен алып, дайындап қоямыз. Енді жаймендеп тортымызды жинауға кірісеміз. Егер сізде дөңгелек торт жинауға арналған кольцоңыз болса, немесе осындай формаға
жинасаңыз болады, немесе жай ғана тарелканың үстіне жинасаңыз болады. Мен осылай кремді 2 қасықтан қосып отырып тортты жинадым. 2 қасықтан салатын боламын. Осы тортқа қолданған сметанный кремнен көптеген торттар дайындауға болады. Медовый тортқа да және де кез келген үй жағдайында жасалатын торттардың барлығына қолдана берсеңіздер болады. Осымен тортымыз дайын болды. Оны холодильникке қалдырамыз. Енді крошкаларымызды жақсылап пакетке саламыз. Бөліп және де қолмен сыртынан езгілейміз. Әдемі крошка болу үшін көбірек езіп жібереміз. Осымен біздің крошкаларымыз дайын. Холодильникте 1-2 сағат тұрғаннан кейін тортымызды шығарып, жан-жағын барлығын тегістейтін боламыз. Қалған креммен тегістейміз әдемілеп. Дөп-дөңгелек болғанша жан-жағын кремді жағып отырып тегістейміз. Және де жаңағы дайындаған крошкаларымызды барлығын тегістеп болғасын шеттеріне жағатын боламыз. Мына осымен біздің тортымыз бітуге шамалы қалды. Барлық крошкаларды толық бетіне емес, бірінші жандарына жағып аламыз. Және де осылай жарты бетіне себетін боламыз. Сіздер де осылай жасап көріңіздер. Бетіне жазу жазсаңыздар болады ортасына. Бірақ мен жазған жоқпын. Осылай ғана қалдыруға, классикалық түрде қалдыруға жөн шештім. Осымен біздің міне молочная девочка тортымыз дайын. Қазақша сүтті қыз торты. Дайындап көріңіздер, өте керемет болып шығады. Видео ұнаса, каналға жазылып пікір қалдырып қойыңыздар. Әлі де көптеген рецепттер болады. Сіздермен болған қымбат.